Сәлем достар, сіздермен бірге мен мәлімет ағылас. Бүгін мен сендерге топ 5 сапалы микрофондарды ұсынатын боламын. Айтқандай, көп уақыт арнада видео шықпай кетті. Себебі бәрі баратын мектеп. Яғни мектепте сабақ уақыты болмаған соң ютубты қоя тұрдым. Менде ютубқа деген желание болмады. Сонымен қатар 1,5 сағат сценарий жазуға еріндім. Бірақ өзімді қолға алған соң осы видеоны шығарып отырмын. Ал енді видеомызды бастайық. Бастамай жатып, арнаға тіркеліп видеоға лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Бірінші ұсынатын микрофон Redmix Rom 127. Бағасы 5000 теңге. Бірақ 1 жыл ғана гарантия. Алсаңдар өкінбейсің деп айта алмаймын. Минустары да көп. Және бесшумный режим атымен жоқ. Сондықтан да бағасы 10 мыңнан немесе 20 мыңнан асатын микрофон алыңдар. Ешқашан өкінбейсіңдер. Но минустары да болады. Ал екінші ұсынатын микрофоным. Бұл микрофонның аты Strand Play for Make Mine Arm деген микрофон, бірақ тілім келмеді. Бірден кешірім сұрақ қоямын. Ал микрофонның характеристикасына келсек, стойка бар, бесшумный режим бар, алуға кеңес беремін. Бағасы 23 мың теңге, гарантия 1 жыл. Ал үшінші ұсынатын микрофоным Lorcar 431 USB-S. Игровой микрофон, алуға кеңес беремін, өкінбейсіңдер. Стойка бар, дауыс тынық және анық естіледі. Бесшумный режим бар, бағасы 46 мың теңге. Мен қазір микрофон емес, телефонмен дыбыстап жатқандықтан менің даусым говно естіліп жатыр. Бірақ мен қатты өкінбеймін. Но шүкір, әйтеуір даусым жазылып жатыр. Ал менің сіздерге төртінші ұсынатын микрофоным бәріне танымал HyperX. Бағасы 51 мың теңге. Подсветка бар. Дауыс тынық, анық естіледі. Ыңғайлы игровой. Қазіргі кезде көп ютубер дауысын осы микрофонмен жазады. Ал сіздерге 5-ші, яғни соңғы ұсынатын микрофонда 4 микрофонның ерекшеліктері бар. Яғни бүкіл ерекшеліктері бар. Ал атын айтсақ HyperX Procast. Бағасы 109 мың теңге. Гарантия 2 жыл. Стойка бар, подсветка бар, бесшумный режим бар, игровой ыңғайлы микрофон алсаңдар өмір бойы армандарың болмайды. Достар, сонымен видео бітті. Әрине ұзаққа бармады. Бірақ 26 күні сіздерге арнайы күшті, яғни күшті менің арнамдағы ең керемет видео болады. Соны мен қазірден бастап жасап жатырмын. Сондықтан да күтіңіздер және күтіңіздер. Сол саламатта болыңыздар.